Отключилось дейді ғой? Да? Құрметті ағайындар, Кімдікі қосылып тұр? бәрін мына жерде жиналып отырсыңдар, рахмет. Біздің дастарханымызға қонақ болып отқандарына. Кола жоқ па, бас жинау? Бар. Себеп қой әжейін, бас жинау. Кола жоқ, Бірімізді көріп, ағайынды, туыстар, бауырмалдылық деген нәрсеміз ғой енді. Бұда не ештеңке жоқ. Бір-бірімізді сынау, көріп, әңгімелесіп, әрқайсымыздың тіршілігіміз бар, шаруамыз бар, сонымен жүріп кетеміз. Алла рахмет, алтын уақыттарыңды бөліп, мына ағайындық немізді, міне, ең басты нәрсені соны неғып келдіңдер ғой, соған Алла разы болсын сендерге. Мына енді табыстардың берекесін берсін. Бізге де тілеп атқан тілектерім бар ғой. Айтады ғой, бірінші қасындағыңа тіле дейді, Алла саған береді дейді. Сол сияқты сендерге де тілейміз. Отбасыларында, шаңырақтарында, не дейді? Шаңырақтарың жанға толы болсын, қораларың малға толы болсын. Табыстарыңды Алла тағалам берекесін берсін. Өкіметтің жұмысын істейді, саудада жүр, саудасын берекесін берсін. Қызметте жұмыс істеп жүргендердің олардың Алла тағалам дәрежелерін көтерсін. Ал жүзімізден күлкі кетпесін. Есіп, демалыс шығып тұрайық. Бұл деген бір есте қалатын ғой. Кімге айтып, Даниярда келсін деп жатыр. Өйткені алыстасақ, біз не бұл қай бір өміріміз бар. Құдайдың берген жасын жасаймыз. Жас келатыр. Есіп, нығыздана берсек, жұмықтана берсек, көрген жерде қандай бір ғанилет, мыналар ағайындар бәрі бауырмал екендер. Сол дәрежеге жете берейік. Ал, рахмет сіздерге. Үйісіп, келіп, мына немізді бүгінгі андай дидарласу кешіміздің кешінің бір алтын қонақтары болып отқандарыңа. Сіздерің жарқын болсын. Денсаулық берсін ең басты. Ал, сізге рахмет. Қазанның не дейді, қазанның ішіне түсіп, ошағынан шығып, самауырын Одан күннен шыққан, молодец. Шанаева, молодец. Сол үшін төлеп алдым мен айтпасын ма? Алмаз, үйрені қайтан жас бере салам ғой. Ең соңғы айтқан сөз, жатта бош десе. Менікі де ағамынкі дейді. Қате? Әзіміз жарасып үйістіп жүре берейік, той болсын. Құда қалса келатыр ғой бәрі, өсіп бірінен бірі. Құда қалса соларда қызмет жасайды. Құдалардың басын айналдырып, есін жиғызбай, шоқ болмаса электрошоқ алып алып, соны дүрт еткізіп Негізі бұл гәп болмаса шықпайтын шығармыз. Неше? Гәптің арқасында қазір шығып келатырмыз ғой, демалуға. Әдісі үйде отыратын еді. Бұлай туған күніміз болсын, бір кішкентай қуаныш болып отырса, уже құттықтап жазып жатыр, құттықтап. Ойнатпа? Ештеңеден яғмын, міне, Алланың бір мейірімі. Шындар не болғанда машина отырасың? Ең бастауды көріп кетті ғой, ең бастауды. Шалбарың не болды? Айтады ғой енді өздері, мынандай бастады деп. Солар екенде ми жетет жүргенімізді қойса. Мынандай ұратын кезде гармонитіне қой бәрін істемейді. Біз үйленген жылы. Кейін әйелдер мыналар бұға детті. Ойнамай қойды. Сіз сондай еңбек қой. Өз бөлі ғой. Жаман еді ғой. Ана қасында аш болғанбыз да. Ал, ел бері. Анандай бір жаққа барасың,